Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жуан және жіңішке буынды сөздер. Жуан буынды сөздер құрамында жуан дауысты дыбыстар бар сөздер. Мысалы, арыстан. Бұл сөздегі а және дауысты дыбыстары жуан болғандықтан, бұл сөз жуан буынды сөз болып есептелінеді. Отбасы, сыйлық, сабақ. Жіңішке буынды сөздер құрамында жіңішке дауысты дыбыстар бар сөздер. Мысалы, әнші. Бұл сөздегі ә және дауысты дыбыстары жіңішке болғандықтан, бұл сөз жіңішке буынды сөз болып есептелінеді. Дәл осы секілді мереке, дәптер, мектеп сөздері де жіңішке буынды сөздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!